Ауызашардың 3-ші күніне лагман және мясной пирог бисмилля деп бастаймыз. Қызып тұрған майға 4 бұрыштап туралған етімізді салып қуырамыз. Пиязымызды, сәбізімізді, картопымызды салып, барлығын қуырып аламыз. Содан соң су құйып, толықтай қайнатамыз. Қайнап тұрған суға вермишелімізді салып пісіріп аламыз. Енді пирогтың қамырын дайындаймыз. Су, тұз, сұйық май, ұн салып, қамыр илейміз. Қамырымызды демалдырамыз. Оға дейін салмасын дайындап қоямыз. Пиязды осылай қарабұшпен өлтіріп аламыз. Содан соң тауық етін, картоп барлығын салып араластырамыз. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп жайып, салмасын салып, осылай түйіп шығамыз. Қызып тұрған 180 градус пеште 45 минут пісіріп аламыз. Ауызашарға арналған ас мәзіріміз дайын болды. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.